Ассалаумағалейкум, құрметті депутаттар, һәм сессия қатысушылары. Хабарыңыз бар, Тақаташ районы жергілікті бюджеттің 2026 жыл 1 январ жағдайына еркін қалдық қаржы молдары 3 миллиард 907 миллион сомды құрайды. Осы қаржылар есебінен құрметті президентіміздің 2025 жыл 26 декабрь күнгі махалли бюджеттер һәм бюджет қалаларының финансық барқаралығын асыру, бюджеттің низамын күшейтуге dair қосымша шара іс-шаралар хақындағы 387-ші қарары орындалуын тәмінлеу мақсатында абаттандыру басқармасына зәр техниканы тәмінлеу үшін 513 миллион сом қаржы белгіленген. Бұл 513 миллион сом бізге 387 қарарда көрсетілген республика бюджетінен 75%, сол бір екі техникадан бұл ажыратылады, һәм махалли бюджет есебінен 25% ажыратылу белгіленген. Бұл жерде қосымша айтатын болсам, 513 миллионның расшифровкасы, мысал ретінде экскаватор техникасы алатын болса, стоимосты мысал бір дана 854 миллионды құрайды. Екіншісі, yol фрезасы бір дана сол 1 миллиард 198 миллион сомды құрайды. Сонdan екеуін қосқан 513 миллион сом сол районлық махалли бюджетінен ажыратылуы белгіленген. Себебі бұл 387 сан қарарда махалли бюджет 25%, республика бюджетінен 75% қаржы ажыратылуы белгіленген. Рұқсатыңызбен кейінгі неге өтсем, Қарақастан Республикасы Министрлік Кеңесінің 2026 жыл 5 март күнгі Өзбекстан Республикасы Министрлік Кеңесінің 2026 жыл 20 февралдағы ақылына құдытларын фақуатты вазиятлар мұхафаза қылыш бойынша әмелге асырған істер турасындағы 29 санлы жиналыс баятына тикар 01 сыршы 12/13/0229 баянат орындалу тәмін мақсатында Тақаташ районы айрықша жағдайлар бөліміне махаллебай жұмысы шөпелместіріп атыпты. Бұл жерде әрбір айрықша жағдайлар бөлімі тарапынан 4 мемлекеттік қадағалау инспекторлерінен зәрури техникалар тәмінлеу мақсатында 4 дана ноутбук, бұл бір дана принтерлі сатып алу үшін 20 миллион сом бұл ажыратуды белгілеп алғанбыз. Бұл хабарыңыз бар, бұл МЧС деп айтылатын фақуатты айрықша жағдайлар бөлімі. Ендігіден бұлар махалледе отырады, мысалы районымызда 14 махалле болатын болса, солардың 4 инспекторы әрбір нені жайында жүріп, сол ноутбукпенен алдын алу мүмкәнет болған өрттің несін соның бәрін регистрация қылып барады. Алдына мысал ретінде айтып, үйлерге келетін еді, қағазға жазып кетеді, кейін ол қағаз жүзінде сол қалып кететін еді. Бұларда әзір айрықша жағдайлар бөліміне платформа жаратылған. Сол ноутбук сол платформаға толық кірту мақсатында бұл жерде тәмінлеп беріп жатырмыз біздер район бюджетінен. Қосымша оларға қағаз сессиясына қосымша 4 ноутбуктың қасынан бір принтер ажыратуды мақсат қылып алғанбыз. Олар ендігіден былай махалледе жүреді, махаллелімен істеседі, үйлерімен, қожалықтарымен. Қайсы қожалық қатыланды, қайсы үйі қатыланбады. Һәм соның морысы несі, һәмме қожалық бойынша электронный базаға кіртіп, электронный анализін жүргізіп болады. Сол мақсатта 20 миллион сом берден ажыратылмақта. Айрықша жағдайлар қызметкерлері сол именно махалледе істеу үшін 4 штаттан ажыратылып жатқан екен, соған біз инвентармен тәмінлеп бермекшіміз. Одан кейінгісі Өзбекстан Республикасы спорт министрлігі һәмде Милли олимпия комитетінің 2025 жыл 6 майдағы ең қойы басшыдан бастап ықтидарлы жас спортшыларды анықтаған саралау һәмде жаңа Өзбекстан олимпия шоққыларын һәмде президент олимпия спорт жарыстарының шөкілмесі системасы енгізу турасындағы 20 санлы қоспа қарар тикарында 3 басқа спорт жарыстарын өткеру белгіленген. Тақаташ районы спорт мектеп тарапынан тастан кестеге тикар 11 спорт түрі бойынша президент олимпиадасы һәм олимпия шоққылар шеңберде хәкім кубок спорт жарыстарын өткеру, сондай-ақ 2026 жыл 25 март күнгі спорт мектеп күрес залы ашылу мәресімін өткеру режелестірген. Осындай тәдбірлердің жоғары дәрежеде шөкелместіру мақсатында баннерлері, олардың сауғалары, жарылқаны һәмде медалар сатып алу үшін 94 миллион 400 сом ажыратуды белгілеп алғанбыз. Бұл жерде бұл 11 спорт түр жарысынан 486 жастарымыз қатысады екен. Бұның ішінде қызларымыздан бар, жас балаларымыздан бар, 486 бір жарыс қатысушылардың, солардың
бірінші, екінші, үшінші солардың наградалар сауалдау мақсатында есептап алғанбыз 94 миллион 400 мың сом пулды ажыратылды. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің президиумының 10 март 2026 жылы 620 санлы қарарына текар абаданластыру һәм көкелемдастыру жұмыстары қатынасқан автотранспортын жанылғы май өнімін сатып алу үшін Қарақалпақстан Республикасына бюджетінен 100 миллион сом 100 миллион сом ажыратылды. Бұл 100 миллион сом бұл республика бюджетіне келді, бірақ президиум қарарымен именно кейіні бір өздеріңіз қабарыңыз бар, райондық бюджеттен тастап қоюымыз керек. Бұл қазіргі күнде қабарыңыз бар, жасыл мәканы жойып кетіп бара жатыпты. Сол жойып алады, әмелге асыру, сол машиналардың сол жанылғы май өнімімен тәмінлеу мақсатында 100 миллион сом абаластыру есап бетіне өткеріп берілді. Һәм осы сессияда бір рұқсатыңызбен тастап берсеңіз. Ондан кейінгі Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі президиумының 16 март 2026 жылғы 630 санлы қарарына текар Өзбекстан Республикасы Министрлік Кабинетінің 2021 жыл 31 августтағы Қарақалпақстан Республикасы авария жағдайдағы һәм ескірген көп қабатлы тұрақ жайларының реновация қылу арқылы халықтың жасау шариғатына еледе жақсылау іс-шаралары хақындағы 557 санлы қарарының орындалуы мақсатында Тақаташ районында бұзылуы белгіленген көп квартира тұрақ жайлардағы бұқаралған райондағы Жайқұм махаллесіндегі Тақаташ Таукита жауапкершілікленген менен түзілген келісіміне текар Қарақалпақстан Республика бюджетінің еркін қалдығы санынан 520 миллион сом ажыратылу белгіленген. Бұл хабарыңыз бар, бұл реновацияға авария жағдайға түскен бұл жерде 20 қожалығымыз бар. Екі этаждық жай ғана Әлмолдағы неге жайға көшірілді. Соның аз біздерде бұл Тақаташ Таукита жауапкершілікленген жәмиетінің бос тұрған имаратына мемлекет бюджетінің есебінен бөліп беру, әр шеректе бөліп беру белгіленген. Қазір біздерде қалып тұрғаны 1 миллиард 24 миллион, сол өткен жылғы нең шеректің жұмағымен әзір күнде 520 миллион сом ажыратылып жатты, өрде көшіп барған қожалықтар үшін. Әзір бір президиуммен қабылданып тұрды, сол сессияда бір тастап берсеңіз. Құрметті депутаттар, жоғарыдағы инабат қалып, сізден Тақаташ районы жергілікті бюджетінің 2026 январ қалатына анықталған еркін қалдық қаржы есебінен жұмсау үшін көрсетілген қаражат тастап беруіңізді сұраймын. Кейінгісі өте берді ме? Өзбекстан Республикасы Президентінің 2025 жыл 30 январдағы халық социалдық қорғау системасын қаржыландыру тәртіп қағидаларын жеткізу хақындағы президент фарманы қабыл етілген 17 санлы. Фарманның орындалуын тәмінлеу мақсатында Тақаташ районы әкімдігі жанындағы инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры қаржылары есебінен ажыратылған қаржы жабдықтар хақында төменше мағлұмат беріп өтпекшімін. Тақаташ районы Жайқұм махалле қалалық аймағында халықтың саны артып отырған һәм махалледе жасап отырған балалардың бос уақытларын мазмұнын шөкелместіру, олардың спорт һәм саламатты тұрмыс тәрізіне тартылуын тәмінлеу мақсатында балалар майданшасы құру зәрлігі жүзеге келмекте. Осы мünәсәбетпенен махалле аймағында заманауи балалар майданшасын құру, зәрлі спорт һәм ойын инвентарын сатып алу үшін 80 миллион сом пұл ажыратуды сұрамақшымын. Бұл жерде нөксен кіріп жатқанда хабарыңыз бар, шет жақта бір балалар майданшасы бар. Жылда сол жерде суалып кете береді, балалар ойналмай қалады. Сол жерде біз сол инфраструктураның барқаралықтың есебінен сол махалледегі сол балалардың ойын несін жақсы майданшасын жақсылау мақсатында сол жерге газон төсеп, сол жерде ойын нелерін бәрін краскілеп заманауи жақсы бір майданша етіп бермекшіміз да бұл. Себебі жерден көбісі таза келіп жатқан таза қожалықтар, біз опен бюджетке оны кіргіземіз, ол дауыс жинау ықтималығы ол 100 миллион затқан мысалы дауыс жиналмай қалуы мүмкін да. Соның үшін сол инфраструктураның социалдық барқаралық есебінен сол жерде бір газон төсеп, жақсы заманауи бір ойынға қылып бір істеп бермекшіміз соны. Ондан кейін Тақаташ районы Достық махалле бұқаралық аймағындағы жайласқан креатив парк аймағында жәмелік тәртіп тәмінлеу бұқараларының қауіпсіздігін арттыру һәм аймақты тұрақтылық қадағалау мақсатында бақылау камераны сатып алу үшін 66 миллион 39 мың 445 миллион сом қаржы ажыратуды белгілеп алғанбыз. Бұл хабарыңыз бар, интернет тармақ, социалдық тармақтарда да сол жерде креатив парк қазір күнде өз уже құрылыс жұмыстарын жұмақлап бастап жатқан бір уақыттың өзінде
мусор ящиклерді һәм басқа да сиденлерді сындырып кетіп жатқан жағдайда ұшырап жатырды да. Соған енді біз есап кітабын қылып алдық. 360 градуста айланып тұратын мына көшенің басын мына көшеге айланып тұрған толық камераларды орнатпасақ, уже бұл іс тоқтамай жатыпты. Ішкі істер тарапынан бұл істі қылған немқұрайлықпен қылған адамдар біз таба алмайбыз, рас айтқанда. Егер де сессияда молдарды тастап еді, біз сол жерге 10 дана камера құрылады. Соның ішінен 360 градус істеп тұратын 6 камера құрылады бұл жерде. Әрдайым сол жерде бақылап барылады. Бұл өзіміздің Қапшыш шаһар деген немізде онлайн жалғанатта һәм тәртіп сақланып тұруға бір ерсесе, уже бұл жинайтын аламатлар елде тоқтамай тұрды, құрметті депутаттар. Ондан кейін Өзбекстан Республикасы президентінің 2026 жыл 5 февральдағы 2026 жылда аймақлар жаңаша қатынастар тикарында рауажландыру арқылы халықтың дарымашылығын арттыру, тұрақты жұмыс орнын жарату һәм қамбалықты қысқарту хақында 49 санлы қарарына муафық социалдық реестрдегі бірінші топар майыптылығы болған һәм бейнетке жарам ағзасы болмаған шаруашылық тұрақ жайларының диуал һәм төбесін изоляциялау, энергия үнемдеуші айна, есік және құяш панелін ямаса геоколлектор орнату, энергия үнемдеуші етіп оңлау белгіленген. Осы қарардың орындалуын тәмінлеу мақсатында Тақаташ районындағы 5 социалдық реестрдегі бірінші топар майыптылығы болған һәм бейнетке жарам ағзасы болмаған шаруашылық үйлерін энергия үнемдеуші етіп оңлау үшін 391 миллион сом қаржы белгілеп алғанбыз. Бұл инсан социалдық орай тариф Тақаташ районы тарифінен бұл қожақлар үйренген, қайқаттана өзіміздің бұл қожақлар үйреніп шықтық. Бұлар хақиқат үйінен уже шыға алмайтын insanlar, бірінші топар майыптылығы болған, уже әрекетлеу қиын. Мысалы, есіктің бір парауы болатын болса, даже содан колясканың өзін алып өту қиын болған қожақлар барды бұл. Олар біздерге әзір заманауи қаржылар есебінен пандус болады. Парог алынады, сол есіктен свободный дарвазадан сыртқа шығып, қайтадан обратно кіруге сондай шариғатта жаратылыпты. Ондан кейін оның ертең қыстың күні оны изоляциялап, мысалы, базалитпен толық қоршалады. Шипрларының нелерінің бәріне пеналарын егіп, һәм төбесі, һәм сыртқылардың бәрін изоляцияланып, ыстылықты сақлаймыз. Ондан кейінгі ішіндегі олардың системасы бар, жаңағыдай ыстылық. Бұл insanlar бірінші топар майыптылығы тек пенсиямен күн көріп отқан, бірақ уже дарыматын өзінен ауыспағаны үйіне жұмсай алмайды да себебі. Қайқат көрдік, біреулер таяқта жүріпті, есіне шығуға қиналады, біреулер коляскада жүріпті. Сол бірінші топар майыптылар именно сон қайта-қайта көріп анализдеп алғанбыз да. Ешбір дарымат жоқ оларда. Тек бірінші группа награн болып 1 миллион 150 мың сом тек өзінің напақасы кіріп тұрды, бірақ үй шариаты дым төмен. Даже фундаментлер уже жермен теңдесіп кеткен жағдайлардың қожалықтары бар бұның ішінде. Соларға главный ертең бұл адамдар сыртқа шығу, даже арқа есіктер ашылмаған қожалықтар бар екен да, себебі шыға алмайды уже бұған. Соған біздер заманауи қылып, сол есіктің парокларын алып, пандус қылып, сол дарвазаны тазалап шығып, көшесінде отырып, ертең бір жәметке бұл мақсат жәметлермен бір араласу құқарылар. Тек бірінші топар найы болып үйде отырып қалмастан, сол есіктеріне шығып, үйдің бәрін ыстықпенен ертең қамырап, бір істегенде бір қожақты толық ертең бір заманауи неген ыстық несіне айландырып бермекшіміз. Бұл 391 миллион сол үшін ажыратылуын белгілеп алғанбыз. Және Тақаташ район Абат Макан махалле бұқаралық жиын аймағындағы жайласқан хабарымыз бар. Социалдық қорға мұқтаж бұқараларын жасау шариғатын жақсылау һәм оларды қазан ысыту радиаторлар мен сантехник үскенлерін сатып алу үшін 35 миллион сом қаржы белгілеп алғанбыз. Бұл жерде құрметті депутаттар, хабарыңыз бар, алдынан 160 миллион сом пұл ажыратып едік радиаторына. Хабарыңыз гөне наркология. Әзір күнде ол жерде 20 қожалық көші өтті. Біз басы радиатормен бәрін белгілеп аламыз, бірақ уже олардың ыстық системасы толық гөнеріп кеткені себебі трубаларынан қайтадан өзгерттік та. Заманауи радиатор құрылғаннан кейін оның трубаларынан өзгертуге мәжбүр болдық. Сол себепті бұны 100% һәмме ыстық несі уже өзгерді, 100%. Мысалы, 2 корпус болатын болса, 2 этаж здания болатын болса, һәммесі ыстылығы, баяғы гөне үлкен трубалар, темір трубалар бәрі алып тасталды ол жерде. Бәрі полиэтилен заманауи радиатор, әрбір комнатаға отдельный ыстық несімен тәмінлеп берілді. Соған бір 35 миллион сом сол трубалардың несін ажыратуды белгілеп алғанбыз. Ондан кейінгі Тақаташ район Мұстақылық, Амудария Тақаташтың 40 жылдығы Бабан көшенің сөкелестірген социал көше аймағында орнатқан
дауылсыз светофор нәтижелі жұмыс алып баруын тәмінлеу мақсатында қосымша зәру үскенелерді сатып алу һәм жаңа дауылсыз светофорлар орнату үшін 50 миллион сом қаржылары ажыратылған. Хабарыңыз бар, алдынан бұл неде 60 миллион сом пұл ажыратылып едік. Бірақ жақсы эффект берді, дауысы шығып тұрыпты. Сол қалған светофорлардан сол социал көше қылып, себебі бір хабарыңызда өзіміздің районымызда көз әзір жәмиеті бар, солардан бірнеше мәрте ұсыныстар келгені, машиналардан сол автотранспорттан бір қолай жағдайларда қалып қойған себебі дауыс светофорларды қойдыруды сол пұлды мақсат қылып алғанбыз. Районымызда неше светофор болса, сол 50 миллионмен сол толық несі қойылып орнатылады да. Қазір хабарыңыз бар, кольцевойлары дауыс айтып тұрыпты өзі. Олар ертең соның үшін бұл әміміз сол 50 миллион ішінде қазір бізде басты 4 светофор орнатып едік. Енді қалған светофорлы 50 миллион сіз толық районымыз толық жәмдеп әміміздің толық орнатылады. Ondan кейінгі Тақаташ районы Жайқын махалле қоржи аймағында жастар санаты һәм іспенің зонасы шөкемлесу шеңберінде аймақта электр хауа линияларын тәртіпсіз жайласқанлық машқаласы бар еді. Осы мәртебемен бар электр хауа линияларын белгіленген техникалық нормативаны тәртіпке келтіру, зәуір жағдайда оларды қайта жайластыру һәм әмелдегі қауіпсіздік талаптарына бейімдестіру ләжан көру үшін 29 миллион 378 миллион сом қаржы ажыратуды белгілеп аламыз. Бұл хабарыңыз бар, өзіміздің районымызда Тақаташ дән карханасы бар. Сол жерде бер жағындағы қолайсыз тұрған бұл жерде электр линиялары бар да, бағаналар. Соны біз көшіріп, сол жерде ертең жастар санаты зонасы қылмасақ, ертең сол жерде себебі районымыз орайып, ертең бір ертең жастар санаты зонасы шөкемдерсек, істеп шығаруымызға районға да санатымызға қосымша болады, һәм сол жерден келген өзіңіз хабарыңыз бар, өз асфальтландыру жолымыз. Сол жердегі әрбір қағида, әрбір істе шыққаны тур нөксіге алады, нөксі тур бір жолмен шығып кетіп, сауда несін істеп кете береді. Хабарыңыз бар, алдыңғы өзіміздің санат зонамыз бар, ескішілер, 4 ескіш жайласқан, соның алды тарапіне. Олардан әзір күнде жақсы эффект беріп, мына Нөксі қаласының өзінде толық квадрат базардың өзін иелеген да, сол базар, ағаш базардың өзінде. Өзімізден барып тұрып, сол эксперимент сұрап тұрып, және біздерге сондай санат мүтәжігіміз болып тұрған себептен бұл тоқты көшірмегенше біз жер ажырата алмайды екенбіз да. Қазір біздер министр кеңесіне хат шығарып қойып, сол егер сол электр тармақлар көшірілсе, бізге жер ажыратып беруге имканияты болады екен. Онан кейінгі Тақаташ районы Жайқын махалле қоржи аймағындағы Әлмалдағы Нөксіден кіріп келетін жақтағы Қарапастан 50 жыл көшесі бойында жайласқан үйлердің сыртқы бөлегін оңлау һәм атырапын кең көлемде абаттандыру жұмыстарын әмелге асыру, сондай-ақ түнгі жарықтандыру бағаналарын бояу үшін зәру болған құрылыс материалын сатып алу үшін 33 миллион 815 миллион сом қаржы белгілеп алғанбыз. Бұл хабарыңыз бар, әзіргі күнде құрметті президентіміздің сол Яңғы Өзбекстан деген жаңаша бір көзқарас жаңаша неменен махалледегі сол Жайқын махаллесі һәм Нұрлы келешек махаллесінің жолын бойларын домбаның бәрін типовой қылып, жақсы неменен Жаңа Өзбекстан светіне әзір реңдер берілмекте. Һәм бұл жерде қосымша әрбір жерде кем тәмінленген қожалықтар бар екен, өздері істеп имканият болмаған. 2 этаж коттедж жайлар бар. Сол жерден кем тәмінленген қожалықтардан бірі тала сол нелерін сыртқы фасадтарын нелерін істеп беріп жатырмыз да. Себебі хабарыңыз бар, шипырлар біреуінің тесіліп жатқан, біреуінің шипырлары жоқ қожалықтардан болып жатыпты. Бұл сол қаржы есебінен солардан біз Нөксіден кіріп жатқан жердегі нелерімізді, марафонымыз бәрін ұсының ішіне толық жұмақлап істеп кетіп баратырмыз берді. Құрметті депутаттар, сіздерге ұсынылған район хакімдегі инфраструктура, социал тұрақтылық қоры қаржылан есебінен ажыратылған қаржыларды көріп шығып, тастап беруіңізден қолдап қуатларыңызды сұраймын, құрметті депутаттар. Ава. Абонастырудың балансында болады. Дұрыс.
дұрыс. Одан кейін салғаннан кейін алла білмейді, адамдар сұрап тұрсаң кім мақұл контрол болмайды. Дұрыс. Еш болмаса да күнде бір хабар алып тұрса таза тұрады. Біздің bu yerде үшінші пункттан оқып кетейін. Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 12 сентябрьдегі 172 санлы президент фарманы қабыл етілген, яғни ауыл қожалығына мөлшерленген жер майдаларын өнім жетістіру, үздіксіз тәмелеу һәм жер ресурстарынан пайдалану нәтижесін арттыру бойынша қосымша ләждар ақындағы құжетін орындауын тәмелеу, сондай-ақ район аймағында су тәминат һәм суғару системаларын жақсылау мәселелері бойынша төмендегілерді мәлім етіп өтемін. Тақаташ районы Кенегес АПЖ аймағында жайласқан район захирасындағы тұрған 43,7 гектар егістік жер майданларын қайта пайдалануға кіргізу мақсатында тазалау тегістеу жұмыстары алып барылмақта. Сондай-ақ ішкі коллекторларын қазу һәм тазалау жұмыстары жүргізілген. Бұл аймақта жәмі 20 контур болып, жойбар шеңберінде ұлыма 34 миллион қаржы талап етіледі. Қазу һәм тазалау жұмыстарын 5 километр аралыққа әмелге асыру режелестірілген. Бұл электрон аукционға шығарылған жерлер, бұл диқан қожалығы захира жері, мысалы 43,7 гектар болатын 20 контур, бұл 2,1 гектарлар.
Бұл біз қайта аукционға шығарып бірақ ешкім алмай жатып та бұны. Біз не қылатпыз, мысалы 34 миллион сом сол жерге пұл ажыратылсақ, мысалы коллекторын тазалап берсек, ирригациясын істеп берсек, һәм суға жақын жерін біз қасып берсек, бұл жер өтеді да бұл. Һәм районымыз бюджетімізге қосымша пұлды тәмінлеген боламыз да бұл жерде. Сол мақсатта бұл жерде әзір орташа 34 миллион деп есептап қойдық. Сол жердегі мысалы 5 километр һәм зекешім себебінен коллектор тазаланып қалады, һәм ирригация жұмыстары істеліп қалынады да бұл жерде. Район махалли бюджетімізден сол. Һәм де бұл ертең бұл істеп болғаннан кейін біз соны жерді қайтадан аукционға шығарамыз да бұл жерде. Енді көрген адамым қағидаттан мысалы ирригация тармағы істегеннен кейін зекеш жер қазып уже су шығатын уверім болғаннан кейін уже бұл жер өту үнемділігі қайтадан пайда болады да. Сол мақсатында сессияға кіріп сол 34 миллион сомды белгілеп алғанбыз. Сол жарды майдалану нәтиже пайдалану, тәмінлеу, ауыл қожалық өнімдерін жетістіру, көлем арттыру һәм су тәминатын жақсартуға қызмет етеді. Сол құрметті депутаттар, сіздерден ілтимасым соны бір тасдиқлауды әміне деп сұраймын. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Sizlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 fevraldagi ko'p kvartirali uyni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish 48-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida 7-bandning ijrosini ta'minlash maqsadida 2026-2023 yillarda Taxatosh tumanida ko'p kvartirali uyning tutash hududlarini yashil bog'larni tashkil etish bo'yicha shakllantirilgan dastlabki manzilli dasturga Taxatosh tumani xalqlar do'stligi muhit hududidagi 17 ko'p kvartirali uyning tutash hududi kiritilganligini ma'lum qilamiz. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Prezident qarorining 1-ilovasidan 5-ilovasida nazarda tutilgan manzilli ro'yxatni bugungi sessiyada ko'rib chiqib qaror qabul qilishda amaliy yordam so'rayman. Buyurun. Yashil bog'. Yo'q, boshqaruvchiga biriktirilgan hududni yashil bog' qilib atamiz. Qo'shimcha. Shunday.
yerimiz